Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздермен осындай өте нәзік, өте дәмді, қарапайым пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ас үйіңізден табылатын заттардан ғана жасалады. Видеоны соңына дейін қарап, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен пирогымыздың қамырын дайындап аламыз. Бізге ол үшін қажетті заттар 3 дана жұмыртқа, 200 грамм қант. Осы екі қоспамызды жақсылап миксермен ағарғанша араластырамыз. Қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап осылай ағарғанша араластырып алып, үстінен 200 грамм айран және де 70 грамм сұйық майымызды қосып, барлығын жақсылап миксерлейміз. Ұнымыз бен разрыхлителімізді алдын ала електен өткізіп алдық. Осы екі қоспамызды барлығын бірден сұйық массамыздың үстінен салып, жақсылап миксерлейміз. Арасында іртігін қалдырмай, жақсылап миксерлейміз. Дайын болған қамырымызды осылай формаға салып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп алдым. Пирогымыз осылай өте әдемі, өте дәмді, өте биік болып көтеріліп пісті. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Келесі видеоларда кездескенше